У Бога свое время деген рас па? Сұраған затым менің ойымша кеш болса да Алланың бұйыртқаны бойынша дәл уақытына келеді деген түсінде аласыз ба? Қазақ оны у Бога деп орысқаны айтпай қазақша айта берсең де болады. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген. Бұйырса кетпейді деген. Болды, бұйырса кетпейді, келеді. Сенен шыдамдық болмай жатады. Сенен тақаттық болмай жатады. Кішкене тақаттанып күту керек. Екі. Одан кейін сен оның қадіріне жетесің бе, жетпейсің ба? Уақыт өткен сайын қадірлі, парықты болуы мүмкін. Сондықтан әр нәрсе өз уақытысымен өте дұрыс. Одан кейін дұға қылғанда маған қайырлы болса деп сұра. Маған қайырлы болса бер де. Қайырлы болмаса бермей алла де. Сөйткен жақсы болады. Мысалы сен бала сұрайсың ғой, баланы Алла тағала біледі. Балан сәл дұрыс болмай қалуы мүмкін. Әкесін ұрып өлтірген сияқты сондай бір бала болуы мүмкін. Сіздер білмейсіздер ғой, маған қаншама адам келеді баласымен шағымданып. Енді сол бір шешенің айтқан әлі ұмытамаймын. Жылап тұр да есін жинай алмай. Сол не болды десем, білгенімде дейді осы баламның осындай болған дейді. Бесікте өлтіріп тастайтын ем дейді. Бесікте саусағымды басып өлтіріп тастайтын ем дейді. Соны білмей қалдым осындай боларын дейді. Әбден өлмесе де өлексе қылған күйге жеткізген. Білмейсіз да. Сол үшін қайырлысын сұраңыздар.